Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз алгебра пәнінен 4-ші 90 бойынша жиынтық бағалау есептерін шығаратын боламыз. Бұл менде бірінші нұсқа, каналымда тағы екінші нұсқаның есептері бар. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, қалдырып кетіңіздер. Бірінші есептен бастап шығарамыз. Бірінші есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Теңсіздікті шешіңіз дегенде біз алдымен осы тұрған x айнымалысын мәнін тауып аламыз. Бірінші есептен бастап жазсам, x минус 3, x плюс 4 кіші 0-ден, яғни әр қайсысын жеке 0-ге теңестіреміз. x минус 3-тен 0, x плюс 4-тен 0, бұдан x-мізден 3-ке, x-мізден минус 4-ке. Енді координаталық түзуді жүргіземін. Минус 4 және плюс 3 нүктелерін белгілеп аламыз. Интервалдар сызамыз. Енді бізде мына жақта тек қана кіші деген сан тұр, кіші деген белгі тұр, яғни бізде теңсіздігіміз қатан, сондықтан бізде мынау домалақтарымыз боялмайды. Енді таңбаларын анықтаймыз. Біз қараймыз, егер бізде x пен x-ті көбейткен кезде таңба 10 болып тұрса, яғни x квадраттың таңбасы 10 болып тұрса, шетіндегі, яғни 3-тен плюс шексіздікке дейін таңбалар 10 болады, минус шексіздіктен минус 4-ке шейін таңбалар 10 болады. Ал ортасы теріс болады. Мына жақ минус. Тексеріп көреміз. 3-тен 10-ға қарай бізде 4 деген сан тұр. 4-ті орнына қоятын болсақ, 4-тен 3-ті азайтсақ 1, 4-ке 4-ті қоссақ 8, яғни таңба 10 болып тұр. Минус 4-тің сол жағындағы санды қоямыз. Мысалы, минус 5. Минус 5, минус 3, минус 8, минус 5 плюс 4, минус 1, минус 1 көбейтілген минус 8, яғни таңба 10. Ал ортасында бізде таңба теріс болады. Мысалы, 0-ді қойып көреміз. 0-ді қойсақ, 0 азайтылған 3, минус 3, 0 қосылған 4, плюс 4, яғни минус 3 көбейтілген 4, ол бізде минус 12, яғни таңба минус. Енді бізде кіші 0-ден деген сан аралықтарын сұрап тұр. Кіші 0-ден болса, яғни ол минус аралықтары. Сонда минус 4-тен 3-ке дейін есептің жауабы минус 4. Екеуі де бізде жай жақша болады, себебі бізде бұл сандар кірмейді. Сонда бізде бұл жауабы есептің жауабы болады. Келесі есеп. X квадрат азайтылған 2x қосылған 3 функциясының графигін пайдаланып, x квадрат минус 2x минус 3 үлкен немесе тең 0-ден теңсіздік шешімін табыңыз дейді. Ең алдымен қарасақ, бізде мынау x квадрат минус 2x плюс 3-тің графигі осы жақта көрсетіліп тұрған. Ол бізде, мысалы, x осымен қиылысу нүктелерін қарастырсақ, x осымен ол минус 1-де және 1, 2, 3 нүктесінде қиылысып тұр. Яғни бізде үлкен немесе тең 0-ден деп сұрап тұр ғой. Яғни біз 10 аралықтарын қараймыз. Бізде x осінен төмен бізде бұл теріс аралықтары, x осінен жоғары бізде y-тің 10 аралықтары болып тұр. Сонда бізде мына жақта есептің шешімі не болады? 10 аралықтарын, мынау 10 аралықтарын сұрап тұр. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін бізде үлкен немесе тең болса, яғни ол бізде қатан емес, ол бізде нүктеміз кіреді деген сөз. Бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейін есептің жауабы болады. Ол бізде д жауабы дұрыс болады. Есеп теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз. Біз бұл жақта ең алдымен үшінші есепте теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз дегенде біз не істейміз? Дискриминант арқылы есебін берілген жазылайық. Дискриминант арқылы есебіміздегі екі түбірлерін тауып аламыз, тең 0. Сонда дискриминанттың формуласы b квадрат азайтылған 4ac еді. Бізде b-мыз минус 7-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 4. 7-нің квадраты 49 плюс 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 8-ге 4-ті көбейтсек 32 ма? 32. Екеуін бір-біріне қоссақ 81. Яғни x1 мен x2-ні табатын болсақ, плюс 7 плюс минус түбір асты 81 ол бізде 9 болып тұр. 2 көбейтілген 2 ол бізде 4. Яғни 7-ге 9-ды қоссақ 16, 16-ны 4-ке бөлсек 4. 7-ден 9-ды азайтсақ минус 2 бөлінген 4, немесе минус 2-ден 1. Сонда минус 2-ден 1-ден осы екі тапқан түбірлеріміз жазып аламыз. Бізде теңсіздігіміз қатан емес болғандықтан ол бізде боялады. Минус 2-ден 1-ден 4-ке дейін.
жаңа тағы да интервалдарды жүргізетін болсақ, ол бізде 2х квадраттың таңбасына қараймыз. Х квадраттың таңбасы бізде 10, яғни 4-тен плюс шексіздікке дейін 10, минус шексіздіктен минус 2-ден 1-ге дейін таңбалардың бәрі 10 болады. Ал ортасы бізде теріс болады. Бізде бұл жақта сұрап тұр теріс кіші немесе тең сұрап тұр, яғни минус 2-ден 1-ден 4-ге дейін сұрап тұр. Есептің жауабы. Бірақ бізде не деп тұр? Бүтін шешімдерін табыңыз дейді. Бүтін шешімдер деген, яғни минус 2-ден 1 мен 4-дің арасында бізде қандай сандар жатыр? Мысалы, 0 деген сан жатыр, 1 деген сан жатыр, 2 деген сан жатыр, және 3 деген сан жатыр. Және бізде 4 кіретін болғандықтан, яғни теңсіздіктің, осы теңсіздіктің бүтін шешімдері 0, 1, 2, 3 және 4 болады екен. Келесі теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Бұл жақта біз теңсіздіктер жүйесін шешкенде екі теңсіздігімізді бөлек-бөлек шешіп аламыз да, екеуінің қиылысу жерін есептің жауабы ретінде береміз. Бірінші теңсіздігіміз бізде квадраттық теңсіздік емес, сондықтан ол тез-тез шешіледі, ал екінші теңсіздігімізді дискриминант арқылы табамыз. Так, бірінші теңсіздікті, яғни x-тарын бір жаққа, сандарын бір жаққа жібереміз. 8x-тан x-ті азайтамыз, ол бізде 7x. Мына жақта минус 1 плюс 2 болады. Ал мынау теңсіздігіміз дискриминант арқылы шешіледі. Бұны сразу жаза салсам, дискриминанттен минус 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 1. Ол бізде 1 плюс 8, яғни 9. Ал мынау теңсіздікті жазатын болсақ, 8x азайтылған x ол бізде 7x. Мына жақта минус 2 плюс 1 ол бізде 1 болады, плюс 1 болады. Сонда x-іміз кіші 7-тен 1-ден. Ал мына жақта 9 шықты. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус 1-дің, жоқ, плюс 1, минус 1-дің таңбасы, b-ның таңбасы минус, формула бойынша минус b болу керек. Плюс, минус, түбірасты дискриминант, яғни 3, 9-ның түбірастысы 3, 2 көбейтілген 2, ол бізде 4. 1 плюс 3, 4, 4 бөлінген 4, 1. 1 азайтылған 3, минус 2, минус 2 бөлінген 4, минус 2-ден 1. Енді осы екі теңсіздігімізді жеке-жеке координаталық түсуде белгілеп аламыз. Екі координаталық түсуде белгілейміз. Так, мына жақта бізде минус 2-ден 1 екінші теңсіздігіміз и 1 болып тұр, 1 болып тұр. Ал екінші теңсіздігіміз 7-ден 1. Бұл бізде боялмайды. 7-ден 1 екеуінің ортасында орналасқан. Енді бізде x-іміз кіші 7-ден 1 десе, онда біз аралықты белгілейміз. Минус шексіздіктен 7-ден 1-ге дейін аралықты белгілейміз. Ал екінші теңсіздігімізді біз таңбаларын анықтаймыз. 2х квадраттың таңбасы бізде плюс, сондықтан бізде екі шеті плюс болады, ортасы минус болады. Бұл жақта да бізде кіші мәндерін сұрап тұр, яғни минус 2-ден 1-ден плюс 1-ге дейін осы екінші теңсіздіктің жауабы болады. Ал екеуінде де боялып тұрған аумақ, ол бізде не болып тұр? Минус 2-ден 1-ден, мынау 7-ден 1 бізде боялмайды. Минус 2-ден 1-ден 7-ден 1-ге дейін 7-ден 1 бізде боялмайды. Сондықтан жай жақша, минус 2-ден 1 бізде тік жақша болады. Есептің шешімі. Келесі 5-ші есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. X-тің квадраты 3 минус x бөлінген x квадрат минус 8x қосылған 16 кіші немесе тең 0-ден. Бұл жақта да біз мына жақта тұрған айнымалылардың әрқайсысын жеке 0-ге теңестіріп, осы теңсіздіктің түбірлерін тауып аламыз. Бірінші x квадрат 3 минус x-ті 0-ге теңестіреміз. Бұл жақтан бізде бір түбіріміз x-тен 0 болады, екінші түбіріміз x-тен плюс 3 болады. Мына жаққа 3-ке x-тің орнына 3 қойсақ 0 болып тұр. Енді бөлшектің бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласы болғандықтан, яғни ол бізде x минус 4-тің квадраты болғандықтан, бұны да біз 0-ге теңестіреміз. Сонда x-іміз тең болу керек 4-ке, плюс 4-ке тең болу керек. Сол кезде бізде теңсіздік 0-ге, осы жауап 0-ге тең болады. Енді бір координаталық түзуді
белгілейміз да, осы сандарымызды белгілейміз. Және де оқушылар есте сақтайтын жағдай, бізде бөлімінен шыққан сан ешқашан теңсіздіктің шешімінің сандардың қатарына кірмейді. Сондықтан 4 санын біз боямаймыз. Енді белгілеп аламыз. 0-ді біз бояймыз, 3-ті біз бояймыз, 4-ті біз боямаймыз. Себебі ол бөлшектің бөлімінен шыққан түбір. Енді болады, x квадрат 3 азайтылған x бөлінген x минус 4-тің квадраты кіші немесе тең 0-ден. Енді қараймыз оқушылар. Кіші немесе тең 0-ден. Енді таңбаларын анықтаймыз. 0 мен 3-тің арасында бізде мысалы 2 деген сан жатыр. 2 деген санды біз осы x-ның орнына қоямыз. 2-ның квадраты 10, 3-тен 2-ні азайтсақ 1, 2-ден 4 азайтсақ минус 2, бірақ квадрат болғандықтан таңбасы, яғни 10 болады. Минус 1-ді қойып көреміз. Минус 1-дің квадраты плюс 1, 3-тен минус 1 ол плюс болады, мынада тоже плюс болады. Яғни екі жақта да бізде таңбасы плюс болып тұр. Енді 3 пен 4-тің арасында бізде 3,5 деген сан бар, соны қоямыз. Мына жақта 10, мына жақта 10 болып кетеді. 3-тен 3,5-ді азайтсақ бізде минус, яғни мына жақта минус болады. 4-тің 10 жағына санды қоямыз, 5-ті қойып көреміз. 5-тің квадраты 10, мына жақта да 10, 3-тен 5-ті азайтсақ теріс. Яғни 4-тен шексіздікке дейін, плюс шексіздікке дейін теріс, 3-тен 4-ке дейін теріс. Және бұл жақта бізде не болып тұр? Кіші немесе тең болып тұр, яғни кіші немесе тең 0-ден болғандықтан, яғни мына 0 деген шешім де бізде есептің шешіміне кіреді. Енді есептің жауабын жазамыз. Сонда 0-ды былай белгілейміз. Бірігу. Есептің шешімі, кешіріңіздер былай, тік жақша. 3-тен 4-ке дейін, 4 бізде жай жақша, бірігу 4-тен плюс шексіздікке дейін деп есептің шешімін жазамыз. Есеп. 6-шы есеп. Бұл жақта теңсіздіктер жүйесі тағы да бірінші теңсіздігіміз бізде дискриминант арқылы түбірлерін табамыз. Екінші теңсіздігімізді біз x квадрат минус 16 кіші немесе тең 0-ден. Так, бірінші теңсіздігімізді не істейміз? Дискриминант арқылы табамыз. Дискриминант тең минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 4. Так, 3-тің квадраты бізде 9. 9-дан 4-ті азайтсақ, 9-дан 16-ны азайтсақ, минус 7 ма? Так. Бізде, яғни 9-дан 16-ны азайтсақ, минус 7. Минус 7 болған кезде бізде, яғни бұл есептің шешімі жоқ деген сөз емес. Бұл тек қана біз, мысалы, біз x квадрат ол бізде парабола ғой, парабола, ол бізде тек қана x осін қимайды деген сөз. Яғни мына жақта біз x осін қиып өтпейді деген сөз. Егер бізде сұрап тұрса, үлкен 0-ден деп сұрап тұрса, сонда бізде үлкен 0-ден мына бірінші теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кез келген мәндер жиынын қабылдайды. Себебі бізде параболамыз жоғары қарап тұр, сондықтан есептің шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздіктен болады. Енді екінші теңсіздігімізді тауып алайық. Біз бұны екі тәсілмен тапсақ болады. X квадрат кіші тең минус 16 тең 0-ге деп, онда бізден x квадрат тең плюс 16, бұдан x-ымыз тең, x1 мен 2 тең плюс минус 4, яғни екі жауабымыз плюс және минус 4. Енді осы плюс минус 4-ті теңсіздіктер координаталық түзуде жүргізетін болсақ, ол бізде екеуде кіреді, минус 4 плюс 4. Мынандай интервалдар сызатын болсақ, таңбаларын анықтаймыз. Минус 4 пен плюс 4-дің арасында мысалы 0 деген сан жатыр. 0-ды теңсіздікке қоятын болсақ, 0-ден квадраты 0, 0-ден 16-ны азайтсақ, яғни ортасында таңба минус. 4-тің сол жағындағы мысалы 5-ті қоятын болсақ, 5-тің квадраты 25, 25-тен 16-ны азайтсақ, плюс сан. Минус 5-ті қойсақ та дәл осылай минус плюс сан шығады. Енді қараймыз. Бізде бұл жақта сұрап тұр кіші немесе тең 0-ден, яғни екінші теңсіздікте есептің жауабы минус 4-тен плюс 4-ке дейін, себебі бізде не деп тұр? Теріс мәндерін сұрап тұр. Енді минус 4-тен 4-ке дейін бізде кез келген, мысалы 0 деген санды алып, бірінші теңсіздігімізге қойсақ, 0-дің квадраты 0,
азайтылған 0 плюс 4 10 сан шығыптыр. 10 сан бізде 0-ден үлкен. Яғни бірінші теңістігімізде де осы сандар аралығы қамтиды. Яғни есептің жауабы минус 4-тен плюс 4-ке дейін болады. Ал оқушылар осымен 4-ші тоқсандық жиынтық бағалау бақылауымыздың есептерін шығардық. Бізде бірінші нұсқасы, каналымда екінші нұсқасы шығады. Міндетті түрде қараңыздар, жақсы баға алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Келесі жылы 9-шы сыныптың да есептері болады, сондықтан мені жоғалтып алмаңыздар, сау болыңыздар.